Ал Жетісу облысындағы Сарыөзек кентіне табиғи газ беріле бастады. Көптен күткен көгілдір отынға қосылуға елді мекендегі 70 шақты адам өтініш берген. Солардың ішінен 14 балалы Сәдуақасовтар отбасына көгілдір отын ең бірінші болып әрі тегін тартылды. Әулетке әлеуметтік көмек ретінде сатып алынған пеші де ақысыз орнатылды. Сөйтіп, мемлекет тарапынан баспанамен қамтылып, шағын грантпен кәсібін бастаған жанұя от жағып күл шығару машақатынан құтылды. Өткен қыста олар 12 тонна көмір жаққан екен. Күлді шығарып тазалағанның өзі біраз әуреге түсетіміз, енді міне Құдай бердіп газ қосылды. Біраз жеңілдеп қалдық. Бала шағада кішкене біресе балаға, біресе тамаққа, біресе отқа көңіл бөлетіміз, кішкене болса да қолымыз ыстық суға салып отыратын болдық деп қуанып жатырмыз. Кербұлақ ауданының орталығына газ құбыры 2 жыл бұрын тартылған, содан кейін жұмыс тоқтап қалған еді. Газдандыру ісін қайта жандандыруды мемлекет басшысы Талдықорғанға келгенде жергілікті атқарушы органға тапсырған болатын. Соған сәйкес қазір ауқымды жұмыс атқарылып жатыр. 25 жоба жүріп жатыр. 28 жобаның жаңағы мемлекеттік сараптамаға қаңтар айында кіреді, және 43 жоба одан бөлек. Бұлар мынау біздің Текелі қаласы, Талдықорған қаласы, және мынау 5 ауданымыз бар біздің: Кербұлақ ауданы, Қаратал ауданы, Көксу ауданы, Ескелді және Панфилов ауданы. Осы 5 ауданды қамтамасыз етеміз. 25 жылға дейін осы 5 ауданмен 2 қаламыз, Текелі мен Талдықорғанды 100% газбен қамтамасыз етеміз.